Мысалы, жаңағындай біз сыртымызды жақсылап кидік, әйел заты да жақсылап киді. Сосын пайғамбарымыз салсамға бір сахабалар келіп сұрақ қояды: я Расулаллах, инна фулана, ана жақта бір әйел кісі бар, тақумул лейла, парыз намазы былай тұрсын, нәпілдерді оқиды түнде дейді. Ва тасумун нахара, оразаның рамазаны былай тұрсын, нәпіл оразаларды ұстайды күндіздері дейді. Ва тасаддақ, сосын садақа береді дейді ол. Көп садақалар береді дейді. Ва тафалу, тағы да неше түрлі амалдарын істейді. Валакиннаха, бірақ та ол әйел дейді, тузи жиранаха билисаниха, өзінің көршілерін, тағы басқа адамдарды тілмен солай ренжітеді дейді. Солай зиян тигізеді деген кезде сүйікті пайғамбарымыздың сөзіне назар аударыңыздар. Ол Алланың досы, ол біздің нәпсімізбен дос емес. Біздің сыртымыздың емес, ішіміздің досы. Былай деп айтқан екен сол кезде саллаллаху алейхиссалам, жаңағы ла хайра фиха, онда бұл әйелдің ішінде хайыр жоқ дейді. Ва хия мин ахлин нар дейді. Ойлаңызшы, бүйтіп айтады деп те ойламаймыз, бірақ Алланың досы айтты, ол тозақтықтардан болған әйел ғой дейді. Неге? Тақуалық киімі жоқ, жан киімеген. Мысалы, сол киімде тұрып біз осындай тақиямызбен, шапанымызбен тұрып ғибадат айтып тұрсақ, ішкі киім жоқ бізде, сыртпен алысқа барамайсың. Абай атамыз айтады ғой, сырты бүтін, іші түтін дейді. Сондықтан тақуалық киім ол бірінші орында тұрған киімді. Одан кейін айтады олар: ва фуланатун, тағы бір әйел кісі бар дейді. Иннаха тусоллил мактуба, ол парыз намаздарын оқып жүр, шамасы келгенше парыз оразаны ұстап жүр. Ва тасаттақу биқолил, бір азғантай ғана берген садақасының өзі бір мардымсыз дейді. Бар нәрсесін беріп отыр ғой. Сонда пайғамбарымыз салсам айтады: хия мин ахлил жанна, сол ғой жәннаттықтардан дейді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан ана сыртымыз барып таразыға түспейді екен ертең. Ішіміз түседі. Міне сол ішіміз қалай түседі о жаққа? Осы нәрселер біз үшін өте маңызды да.